Ақмола облысындағы Еленовка ауылының атауы Самалтау болып өзгерді. Ақын Мерген Тоқсанбай Ақмола облысы Зеренді ауданына қарасты Еленовка ауылының атауы Самалтау болып өзгергенін мәлімдеді. Ақынның жазбасына сәйкес ауыл атауын өзгерту мәселесі арнайы жиында қарастырылған. Дегенмен атауды өзгертуге қарсылық білдіргендер де болды. Бүгін Еленовка ауылының атын ауыстыруға арналған жиналыс болды. Бұл жердің тарихи атауы Самалтау. Халықаралық қазақ тілі қоғамы Ақмола облыстық филиалының төрағасы Ермек Нұғманов ағам ұлттық мүдде ономастика мәселе жөнінде сөз сөйлей бастап еді. Әдеттегідей орыс апайлар шулап қоя берді. Әйтеуір бұл жолы жалғыз барғам жоқ. Көкшетаудан көптеген адамдар болды. Алмас ағам күні түні ізденіп архив пен ескі кітаптардан, газет журналдардан тапқан деректерін алға тартып, ақыры дауысқа салып, ауыл атын қазақшалаймыз дегендер басым түсті делінген жазбада. Мерген Тоқсанбай жиналыс барысында бірден хаттама толтырылып, мөр басылғанын айтты. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Павлодарда облыстық мәслихат депутаттары 17 көшенің атын өзгертуді мақұлдаған еді. 2021 жылы сәуірде 30-ға жуық көшенің атын өзгерту мәселесі бойынша қоғамдық тыңдау өткен.